Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Қабылбекова Гүлбаршын Кәдірқызы. Балалақ балабақшасында көжек тобында тәрбиеші болып жұмыс жасаймын. Бұл салада 5 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Білімім жоғары. Шымкент қаласындағы Шымкент әлеуметтік инновациялық университетінде мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығын бітіріп шықтым. Әр адам өміріндегі маңызды шешімдерінің бірі мамандық таңдау. Мамандық тек еңбек етіп табыс табу ғана емес, бұл адамның өз орнын табуы, өмірде өзіне лайықты іспен айналысуы. Менің мамандығым менің мақтанышым. Ол маған өз қабілетімді көрсетуге мүмкіндік береді. Әр таңертең жұмысқа барарда өз мамандығыма деген сүйіспеншілігімді сезініп, қуанышқа бөленемін. Мен өз мамандығымды таңдағанда тек өз материалдық пайдаға ғана емес, жүрегіме жақын нәрселерге көңіл бөлдім. Бұл шешім мені әрқашан алға жетелейді. Мамандықтың мәні тек біліміңді пайдалануға емес, сонымен қатар адамдармен қарым-қатынас жасау, қоғамға пайдалы болу. Әр күн сайын мамандығым арқылы жаңа нәрсе үйреніп, өзімнің кәсіби және қасиеттерімді дамытудамын. Адал еңбек пен тынымсыз ізденістің арқасында әр жетістікке қол жеткізу мен үшін үлкен қуаныш. Мамандық бұл тек жұмыс емес, ол өмірдің бір бөлігі. Өз ісін шын жүрекпен жақсы көрген адам ғана шынайы бақытқа қол жеткізе алады. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын. Себебі ол мені бақытты етеді. Өзімді маңызды сезінуге көмектеседі және өзімнің өміріме терең мағына береді. Мамандығым арқылы мен өзімнің арманымды жүзеге асырып, қоғамға пайда тигізіп, өзімді табамын. Міне сол себепті мамандығым менің мақтанышым. Біріншіден, балаға деген шынайы махаббат, баланы жақсы көру. Екіншіден, өз жұмысыңды жақсы көріп, әрбір жасаған жұмысыңды шын ниетпен жасау. Үшіншіден, әрқашан өзіміз ізденіс үстінде болуымыз керек. Еліміздің болашақ жастарын тәрбиелеп отырғандықтан, әрқашан өзіміз даму үстінде болсақ, балаларымыз да биіктерден көрінеді.